Ассалаумағалейкум достар, көптен күткен грантаға шоу жасайтын боламыз. 8,5 миллион теңге кетті. Қандай заттар салынған барлығын айтам. Артында тұрған Абукар дүкені ешқайсысы өтірік емес. Қазір заттармен де бір таныстыра кететін боламын. YouTube каналда тамашалаңыздар. Достар, мінекей оңғар бауырымыз Сарағаштан келіп, өзінің көлігіне заттар алды. Мінекей билетін толтырып жатырмыз. 702-699 38-54. Мінекей ешқандай өтірік емес, келсеңіздер өздеріңіз ослайнан жазасыздар. Онлайн сауда жасасаңыздар, менеджерлер өздері осыған салып, сіздерге билеттеріңізді жібереді. Мінекей сала ғой. Достар, мінекей бізде ең қазіргі уақытта хит болып жатқан кез келген ладаға салып алуға болатын рульдер бағасы 65 мыңнан бастап 250 мың теңгеге дейін бар. Сіздердің вкустарыңызға қарай BMW, MES, любой ладаға жасап беруге біздің Абукар дайын. Кез келген көлікке, кез келген түсін тапсырыс беріп алуға болатын еваполиктер, 3D еваполиктер, жалпы осындай заттардың барлығын бізден тапсырыс беріп алсаңыздар да осы грантаның ұтысына қатысуға мүмкіншіліктеріңіз бар, достар. Көліктеріңізбен зерікпес үшін сіздерге арнайы андроидтар, немесе буферлер, динамиктер, кез келген түрін, Pride, Pioneer, сол сияқты түрлерін тапсырыс беріп те алдырып, біздің грантаның ұтысына қатысуға болады, достар. Тағда керемет жаңалығымыз бар, достар. Мына жерде әдемі атмосфера бар. Бұл жерде біздің көлігіміз біткелі бері шолу жасап жатқан, жаңадан ашып жатқан бауырларымыздың Зло детельник деген детельник бар. Бұл жерде көптеген қызметтер бар. Тонировка, бронопленка, обешумка, чехол. Алдағы уақытта арнайы сіздер үшін обзор жасайтын боламын. Ендеше біздің грантаға қолдау жасап, лайк, комментарияларыңызды аямай басып, менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңдар. Ендеше кеттік. 8,5 миллион жұмсаған грантам осы, достар. Біреулерге бұл потолок, біреуге бұл плинтус. В общем, білмеймін, біреулер тазик дейді, біреулер жамандайды, біреулер мақтайды. Ең бастысы бір жыл бойы бар еңбегімді салып, өзімнің автобөлшек дүкенінен бөлшектерді алып, сол сияқты обешумка жасайтын, сол сияқты кастоправтар барлығына алтын уақытымды жұмсадым. Енді бұған не салдым, барлығын толықтай айтамын. Енді есімнен де шығып кетіп жатады. Бір дайындалған ештеңкем жоқ. Мүмкіндігінше сіздердің сенімдеріңіз үшін, достар, бұл машинаны ойнатып жатырмын. Яғни қалай? Біздің Абукар дүкенімізден автобөлшек аласыздар 10 мың теңгеден жоғары. Соның ішінде билет беріледі. Және де менде көлік жоқ, менде басқа марка деген сұрақтар болып жатыр. Ондай болатын болса, біздің Абукардан иіс шығаратын ароматизатор, яғни вонючка деп айтылады, соны аласыздар, сол арқылы да осы ойынға қатысасыздар. Және де бұл грантаны біз 30 желтоқсан күні, алла бұйыртса, осы жылдың 2024-тің 30 желтоқсан күні ойнатып, нақты кім болатынын иесін анықтайтын боламыз. Ендеше обзорға кеттік деп сіздер шаршатсам ренжімейсіздер. Бұл грантаға ең бірінші жұмсалған ақша кастоправқа. Бұның цветі ақ деп барлық ойлап жатады. Бұның цветі ақ емес, жемчуг қосылған. Мен кастоправқа апарып бір боята саламын деп айтқан кезде кастоправтың айтуымен жемчуг боялған. Общий краскісіне, сыртына, жұмыс ақысына 1 миллион теңге жұмсалған. Өзінің алынған бағасы 2 миллион 800 мың теңге. Общий 3 миллион 800-ге шығып тұр. Одан кейін бұл машинада мұнау крылосы ауысқан, мына жер шпаклевный болған тұғын, бұл крылоны алып тастап, яғни бізде сатылып жатқан артыңғы крыло, кузовной детальдар шынымен басқа машиналарға түсіп жатыр ма, келіп жатыр ма деген вопрос менде де болып, сол крылоны салып көрдік, развалына да қойдық, диаметрінде, диагоналды ма, барлық нәрсесін жан-жағынан қарап істеп шықтық. Ойдағыда ештеңе тиіп атқан жоқ. Астыңғы балкілері, ходовой бөліктері толықтай
ауысқан, жаңасын салғанбыз. Содан кейін бұда тағы да бір ерекшелік нәрсесі сыртында. Алдыңғы, артыңғы бампері, одан кейін келетін болсақ, порогы, мінекей Калина спорттың порогы салынған, сыртқы беріп жатқан. Одан кейін алған нәрсеміз осы бампер, порог барлығына бағасы, решеткасы, артында тұрған мына спойлері, осының өзіне біз 250 мың теңге жұмсадық достар. Сеткасы бар сондаймен бірге. Одан кейін мына багажына ауысқан, багаж ауысқан, будан салдық, есіктері ауысқан. Алдына келетін болсақ, крылосы маған ұнаған жоқ, екеуі өктілі болмас үшін толықтай өзіміз сатып жатқан крылоны алып, салып көрдік, ешқандай не жоқ. Керек десеңіздер жаңа талшынамермен де өлшеп көруге болады. Капотын да ауыстырдық. Қазір әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын боламыз. Бампер, решеткілері, артыңғы жаңағы не атындағы спойлері, губалары, осының барлығы 250 мың теңге ақша жұмсалды. Тағы да алдынан қараған кездегі фарасы билет емес, кәдімгі хит болып жүрген Audi стиль деген фара бағасы астыңғы туманигімен бірге примерно 100 мың теңгедей құраған достар. Соңында өздеріңіз есептеп көресіздер. Және де боковой зеркаласы ерекшеленіп тұрған, көріп тұрғандарыңыздай Mercedes AMG стильдегі бағасы 55 мың теңгеден сатылады. Электрический, 35 мыңға да табуға болады, 25 мыңға да табуға болады. Енді іздегенге қарай табыла береді. Бұл заттардың барлығы менің дүкенімде сатылады. Еще астындағы подсветкасы бар, ангелы бар. Іштен отырып, мына плаза бәр нәрсесін, в общем, электроникасын бәрін басқаруға болады. Сөйтіп әр деталін есептеген кезде қазір 4,5 миллиондай болып тұр. Енді тағы да не салдың, сыртынан қарасаң дәл Грантаның өзі ғой деп те айтуға болады. Енді әркімнің ойы әртүрлі ғой. Қазір капотын ашамыз. Капотын аштық. Мына жерде упор капоттарда бізде сатылымда бар. Если что сатып алуға болады. Бағасы 8 мың теңге тұрады. Осылайынан әдемі. Қараңыздар, жеңіл ашылады. Моторын бәрін жылтыратып қойдық. Коробкадан басқа барлық нәрсе ауысқан. Қозғалтқышы, бетіндегі всасывающий коллектор барлығы ауысып шыққан бұл машинада. Бұның өзіне жұмсаған ақшам 550 мың теңгедей кетті. Қозғалтқыш, оның жұмыс ақысы бар, және де бетіндегі всасывающий коллекторлері бар. Бұның точно әдемі машинаны айдап жүрген кезде сіздерді подвайт етіп, жолда қалдырып, бұрқылда тартпай қалып жатпасын деп, полный касса проводкасын барлығын өзім жинатып шықтым достар. Мынау артында тұрған базар жоқ, китайский стоп, мен жасырмайым. Точно бұның бір ерекшелігі бар да, өзінің роднойынан сәл сыртқа қарай шығып тұрады. Арттан алыстан қарағанда бір кобальттау ма, бір сондай сияқты көрінеді да. Бірақ Mercedes стилінде жасалынған, AMG стилде диод болып жанады, наусысы осындай ангел сияқты болып жанады. В общем, өзінің бір ерекше видухасы бар. Бұның ручкасы бар достар, айтқандай. Бұның ручкасы тура Toyota 70-тікінде қараңыздаршы, көп гранталарда көрінбейді, табылмайды. Алдында әкеп 100 шақты үстігін сатқан кезде ешкім менсінбей алмай қойған тұғын. Қазір таба алмай жатыр, мен машинамы салған екейін ба, сондай да. Түнгі уақытта менің грантамны алыстан келе жатқанын бірден байқап, телефондарын дайындап, сториске белгілеп салатын інілер, бауырлар бар. Қызығады да өйткені. Неге десеңіздер, біріншіден менің машинамда дерзкий мынандай нәрсе бар. Чотам дейді да, былайынан көтерді, чотам деп түсіріп тастай саласың да, машинаң басқаша болып кетеді дейді. Одан кейін тағы да бір ерекше нәрсе бар. Көп машиналар салалмай жүрген, алда уақытта бәрі салатын шығар. Маған қараңыздар, астында подсветка. Бұның өзі түнгі уақытта трассада жүріп келе жатқан кезде кәдімгідей өзгелердің назарын алады. Установкасына примерно 55 мың теңгедей кетті. Бұны телефонмен де басқарып, қызыл, көк, әртүрлі цвет қоюға болады. Если что, сатылымда бізде табылады. Есігіне келетін болсақ, есігінде де тағы да бір-екі нәрселер өзгерген. Өзінің есігі, мынандай подсветка кез келген иномаркеге де салуға болатын. Цветі әртүрлі болып ауыса береді, қараңыздар. Қалаған түсін қоясыздар, азайтасыздар. Бұны да телефонмен басқара бересіздер. Көріп тұрғандарыңыздай көк, жасыл, қалаған цветтері. Бұл да сатылымда бар. Бұның да бағасы әжептәуір тұрады. Установкасымен бірге 30 мың теңгеде ақша жұмсалды. Мынау әшейін руль сияқты көрінуі мүмкін. Бар иномаркеде бар болуы мүмкін, бірақ біраз иномаркеде болғанымен мынау сияқты оталмайды ғой достар.
осылай оталдыруға болады. Мульти батырмасының барлығы жұмыс жасайды. Androidқа всегда настройкамен жасап қойсаң, дауысты өшіріп, телефонмен звонок келсе, бәрін басқаруға болады. Мультирульдің бір ерекшелігі бұл Audi R8 дейді, RS деп айтылады. Жалпы руль мульти. Тағы да рульге қатысы бар, сай болып тұрған, әдемі болып тұрған Camry стилінде қылып, щиток приборын қолдан жасаттық. Мінекей осындайды сіздерді тапсырыс бере аласыздар, немесе жасата аласыздар. Бағасы 65 мың теңге болды, рульдің бағасы 180 мың теңге болды. Және де гитараларының барлығын өзгерттік. Сонымен қатар бұл машинада астында салонның ішінде полный подсветкілері бар. Бұл подсветканы істетуге где-то бір 30 мың теңгедей ақша жұмсалды достар. Мінекей Android Diamond деген өте керемет мульти қосасыздар балдарыңызбен жүргенде, немесе керекті клиптерді қоясыздар, трассада жүрген кезде зеріктірмейді. Еще Тугис, Яндекс карталарын қосып алып та қалаған жерге баруға ыңғайлы сатылымда Абукарда табылады. Және де дефлектрлер пешкінің мына жерде тұрған Mercedes стилдеген қойып алдық. Мына жерге қондырғы бар бізде, сол қондырғыны салдық. В общем, мына Diamond алған кезде баста 95 мың болған. Мыналар 5,5 теңгеден сатылады, 24 мың теңгедей ақша жұмсалды. Және де қорапшаның барлығын эко-кожамен қаптадық. Мына сиденье Subaru'дікі полный алькантарамен қаптап, эко-кожамен қаптап шықтық. Достар, в общем, сиденьеға қаптауымен, алдындағы сиденьясын ауысуымен, перетяжка тартуымен 350 мың теңге ақша жұмсалды. Және де оның ішіне ременді қоссақ болады. И еще потолоктардың жанында козерогтардың барлығын эко-кожамен, синий жіппен тігіп шықтық. И ең ерекше нәрсе, көп ақша жұмсалған нәрсенің бірі, міне 200 мың теңге ақша кетті. 1200 ба үштік жұлдыздарды қойдық, цветі әртүрлі болады, және ағатында қостық. Мінекей достар, әдемі вид береді, салонға отқан кезде көңіл күйді көтеретіндей. Бұны бәрі тонировка деп ойлап қалады. Мен тонировка жабыстырмаймын достар. Бұл өзі күйдірілген терезе, күннен сәл қорғайды, алыстан онша білінбейді. Одан кейінгі нәрсе бізде ерекше қандай динамиктер салды деп ойлайтын жарсыздар. Біз бюджетный клиенттердің көңілден шығып жүрген буферді салдық. Артында тұр, қазір көрсетемін. Усилитель салдық. 2 сола 300-ден салдық. Pride динамигі көңілден керемет шығады. И Diamondқа лайықты өзінің дауысын бере алатын, өзінің басын бере алатын, көңіл күйге, жалпы құлаққа да ауыр тимейтін динамиктерді салдық. Оның общий бағасы 150 мың теңгеге жуықтады достар. Дәл қазір піс еткізіп шығатын мынау қондырғы, яғни машинаны жатқызып тұрғызатын, осының атмосферасы қанша болып тұрғандығын осымен ғана көре аламыз. Машинаны жатқызу оңай болады. Мынау артын жатқыздым, қазір алдын жатқыздым. В общем, пневма жатқан кезде осылайынан тұрады. Бұның бағасы 750 мың теңге установкасымен бірге болды достар. Аяқтың астында жатады. Салоныңда, көлігіңде таза емес болу, ол сенің мынандай полигіңе байланысты. Бұл поликтер біздің Абукарда тапсырыспен алдыра аласыздар. Кез келген машинаға, кез келген түсін. Мына синийді сиденьясына лайықты қылып, мына щиток приборға лайықты қылып, синий қылдым Евасын, астындағысын 3D Ева деп айтылады. Бұл да өте керемет, бағасы 35 мың теңгеге шықты. Машинаға келіп бәрін айтам деп атасында кейде ұмытып қаласың. Көрінбейтін нәрселер барлық ақшада. Мысалы, көп грантада мынандай жерде пружина тұрады, ол көтеріп қойылмайды. Бұл жерде амортизатор упор капота қойып қойғанмын. Және де көрінбей жатқан мынаны ары қозғап отырмын. Бұл буфер 3600 деп айтылады, жақсы бас береді. Артында тұрған усилителі, және де бұның астында мына жерде шаң-шаң болып көрінбей жатқан қондырғы мінекей. Көріне ма мына жерде? Шаңынан тазалап қоямыз. Қондырғы жаңағы 750 мың теңгеге алдым деген қондырғым. Мына жерде клапан тұр мінекей. Клапан тұр мына жерде. Оның компрессиясы бар. Оның қасында жаңағыдай клапандары бар. Регулировкамен желдің атмосферасын көрсетіп тұратын. Жалпы одан кейінгі ең ерекше, ең қызық маған ұнайтын нәрсе, мынандай Акрапович деген 2 насадка қойдым. Насадканың арғы жағында не бар десеңіздер, Stinger Sport деген бар. Яғни көлікті оталдырған кезде керемет звук беретін, дарылдайтын, керемет бір ощущение беретін, грантада отқан жоқ сияқты бір сезім беретін, өзгелердің назарын қарататын біздің Stinger бар. Прошивкасымен бірге бағасы дәл қазір насадкілермен бірге 300 мың теңгеге шықты. Достар, алдыңғы видеода басқа баға айттың, мына видеода басқа баға айттың. Достар, мен ешқайсысын жазып алған жоқпын, мен ешқайсына дайындалып келген жоқпын. Плюс-минус кемшілігі бар. Общем келген кезде машинаға 8,5 миллион салынған. Бұл салынған нәрсе сол күйі қалады. Мен ешкімде сатып атқан жоқпын. Мен тек қана біздің Абукардан
автобөлшек алғандарға, немесе мынау тұрған керемет вонючкаларды алған адамдардың арасында адал, шынайы, өзім жинаған проектідегі грантамды сыйлағым келіп жатыр. Достар, мына жерде тұрған ароматтың барлығы сіздер үшін алдырып қойғанбыз. Смело магазинге келіп алсаңыздар да болады, тапсырыс берсеңіздер де болады. Осы гранттың иесі сіз болуыңыз әбден мүмкін. Бар болған 1990 теңге Абукар Instagram парақшам жазып қоямын. Сол жерде актуальныйда оплатить барлық нәрсесін түсіндіріп қойғанбыз, достар. Барлығы шынайы, бұл затты салып жіберетін боламыз. Каспийден аударсаңыздар, комментарияға өз телефон нөмірлеріңізді қалдырсаңыздар да болады. Достар, махаббатпен жинаған грантам осы, бар болған осы. Біреулеріңізге табыстағым келіп жатыр. Ол Құдай қаласа сіздердің біреулеріңіз болуыңыз әбден мүмкін. Бұл менің екінші проектім. Осылай жариялап айтып жатқан. Құдай қаласа лайк басыңыздар, реакция қалдырыңыздар. В общем, қолдауларыңызды күтемін. Сіздердің әрбір жазған жылы тілектеріңіз, реакцияларыңыз мен үшін маңызды, маған мотивация. Сол себептен де алдағы уақытта бұдан да мықты машина жинасын десеңіздер, сіздерден қолдау күтемін, құрметті достар. Ойынға қатысып үлгеріңіздер.